Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, дәмді болып шығатын нанның рецептін бөлісетін боламын. Олай болса, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен барлығыңыз білетіндей, осындай бізге тұз керек болады. Ең алдымен осылай тұзымызды ашып, осылай көз мөлшерімен ғой. Осы өзім көз мөлшерімен саламын. Осылай салып аламыз. Кішкене осылай салып аламыз. Жұмсақ болу үшін одан кейін үйде не бар, соның барлығын қосам. Мысалға, мына сары май болса, сары майды да қосып жіберемін. Одан кейін үстіне осындай ыстықтау су құямыз. Мен қазір ғана газға қойып алдым осы суды. Бұны да тоже көз мөлшерімен құямыз. Сосын үстіне аздаған тұздықпенен мұздай су құйып жібереміз. Ал енді таза қолымызбен араластырамыз, барлығын жақсылап араластыру керек. Негізінде осы жұмсақ болу, қамырдың жұмсақ болуы, нанның жұмсақ пісуі, ол сіздің нанды жылы суға жұмсақ қылып ашытуда. Барлық құпия сода. Енді көбіміздің үйімізде мысалға майонез жоқ болып қалады, то тағы бір заттар жоқ болып қалады. Сол себептен мен тек осылай жасау оңай жолын көрсетіп отырмын да. Біреулердікі айтады, қатты болып қалады ғой. Міне, қатты болмас үшін осылай мұнда жаймен салып, жұмсақ қамыр илейміз. Сонда біздің қамырымыз өте жұмсақ, нан піскен кезде де үлпілдеп тұратын болады. Ал ұнымызды салып болдық. Ал енді мен қазір тез ашысын деп жатырмын. Одан кейін осылай дрожь саламыз. Ал енді жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырдың, сосын қыздар қамырдың илеуін толық қандыру керек қой. Әйтпесе қамырыңыз сөйтіп зуалаға бөлген кезде не сулы болып қолыңызға жақсы қалыптап. Осылай кезекпен ұнды салып отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ендігі кезекте сәл қаттылау болған кезде осылай қолымызбен видеода көрсетілген бөліп шығатын боламыз. Ал достар, мен деген болып қалдым. Мынадай жаңағы сұйық май бар ғой. Сол сұйық майды бағана мен кішкене қостым да, оны видеоға түсіруді ұмытып кетіппін. Енді қосқаннан кейін оны осылай жақсылап илейміз. Жаңағы қолға жабыспайтын болу керек та ше. Қолға жабыспайтын осындай әдемі қамыр болу керек. Мен құждайым, қолға жабыспайды. Осылай жақсылап илеуін қандырып, асықпай илеу керек болады. Негізі жаңағы шала-шала илесең де қамыр деген көтерілмейді. Жаңағы көтеріліп, печкаға салған кезде басылып қалады да. Құпиясы осындай болып қалдым. Қамырды енді жылы жерге бір 35-40 минутқа қойып қоямыз ашу үшін. Ал қыздар, екен менің жапқан нандарым өте жұмсақ. Қазір пісті. Мыналар өте жұмсақ, әдемі болған. Бірінші кезекте зуалаға бөліп, осылай қойып қоясыздар жасап та, жасағаннан кейін 15 минут тұру керек. Одан кейін барып осылай жауа бересіздер. Ал мен осылай табаға салып, әдемелеп ортасын кішкене тестім да. Ортасын тескеннен кейін бұл вообще көтерілмейді, әдемі болып кетеді. Налар сияқты болып кетеді, көтерілмей әдемі болып. Өте күшті болған. Одан кейінгі наным да әдемі болған. Вообще супер болған.